Сәлеметсіздер ме балалар? 54-ші сабақ К дыбысымен әрпін жалғастыратын боламыз. Ең алдымен каналға жазылып аламыз. Бірінші, бізде қарамен берілген сөздерді буынға бөліп және тұтастай оқитын боламыз. Терек, шелек, керу, керуен, кесте, кеше, текемет, керемет деген сияқты балалар өздерің оқисыңдар. Одан кейінгі суретке назар аударайық. Суретте нелер берілген? Терек, теректер, керуен, нелер? Керуендер, кесте, нелер? Кестелер. Яғни бұл жерде заттың жекеше түрін және көпше түрде айтылып тұр. Келесі тапсырма бізге орны ауысқан сөйлем берілген екен. Бірінші, текемет екеу екен. Бұл бізде жай сөйлем. Келесі, мынау кестеме. Бұл сұраулы сөйлем. Мереке құтты болсын. Бұл бізде лепті сөйлем екен балалар. Келесі сөйлемді дұрыс құрастыруымыз керек. Мынау ескек, олар екеу, ескек ұзын. Келесі тапсырма түсіп қалған әріптерді орнына қоятын боламыз. Бірінші, шелек, бота, текемет, қобыз. Бұл жерде ортадағы Б және К әріптерін қойып шықтық. Келесі, астындағы кесте ерекше екен деген сөйлемді дәптерімізге жазып аламыз балалар.